Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз адвокатураның пайда болу және даму тарихы. Бұл тақырыпта қаралатын сұрақтар: ежелгі Грецияда адвокатураның пайда болуы, ежелгі Рим адвокатурасы, Франциядағы адвокатура, Ресейдегі адвокатураның дамуы және Қазақстандағы адвокатура. Заң терминологиясында адвокат деген ұғым 1864 жылы пайда болды, алайда тіпті кеңестік дәуірдің өзінде 1939 жылға дейін қолданыстағы заңнама пайдаланылған жоқ. 1864 жылғы сот жарлығымен төлтума және тиімді сот төрелігі жүйесі құрылды. Адвокатура ол жеке адамның өз құқықтарын, бостандықтарын сотта қорғауға және білікті заң көмегін алуға мемлекеттік кепілдік берген және Қазақстан Республикасының Конституциясымен баянды етілген құқығын жүзеге асыруға жәрдемдесетін ұйым болып табылады. Грецияда біздің заманымыздан бұрын 6-5 ғасырларда пайда болғанын көрсетеді. Сол кезде адвокаттардың ролін логографтар орындады. Бұл сөз екі грек сөзі логос сөз және графо жазу дегенді білдіреді. Логографтар клиенттің атынан сот сөздерін құрастырды. Ол кейіннен сотта іс бойынша тарап ретінде сөз сөйлеу кезінде пайдаланылған. Қажет болған жағдайда кеңес беру, жіберілген қатені түзету үшін клиенттің жанында суфлерлардың көмекшілердің ролін атқарған. Алғашқы логографтардың қызметі тегін болды, бірақ уақыт өте келе өз жұмысына ақы ала бастады. Осылайша алғашқы адвокаттық қызметтер пайда болды. Заң көмегі үшін ең алғашқы болып ақы алған антифонд болып табылады. Енді ежелгі Римдегі адвокатура. Рим күшейгеннен кейін сот төрелігін орталықтандырғаннан кейін қылмыстық сотта талапкер ретінде әрекет ету құқығын әрбір азамат алды. Алғашқы адвокаттар ежелгі Римде пайда болған. Войсковский Римде алғашқы заңгерлер патрондар болған. Олардың тұлғасында екі кәсіп біріктірілді. Ол заңгер кеңесшілер және адвокаттар деп жазады. Рим империясында қорғаушыға сөз сөйлеу үшін айыптаушыға қарағанда 2 есе көп уақыт берілді. Римдіктер адамды қорғаудан гөрі айыптау оңай деп есептеді және осылайша әділдікті сақтады. Ежелгі Рим адвокаттары ол Марк Туллий Цицерон, Квинт Гортензий Гортл, Гай Скрибоний Курион. Енді Франция адвокаттары 19 ғасырдың соңынан бастап Францияның қоғамдық өмірінде дәстүрлі беделді орын алған адвокат мамандығының тәуелсіздік принципі бекітілді. Франциядағы адвокаттар Европаның басқа мемлекеттеріне қарағанда әрқашан көп еркіндікті пайдаланды. Бұл өз кезегінде француз адвокатурасының бай дәстүрлерін қалыптастыруға мүмкіндік берді. 17 ғасырда Леместр, Патрю, де Сасси, Жербие, Кошон, де Мольон сияқты сот сөзінің шеберлері белгілі болды. Бірақ сот шешендік өнері 19 ғасырда гүлдене түсті. Оны сот тілінің нағыз шеберлері ұсынды. Жюль Вафр, Лашо, Берье, ағайынды Дюпен, Шет эс Анж, Кремье, Морнар. Олардың сөздері баяндалуының айқындығымен, форманың көркемдігімен ерекшеленеді. Сөздер оңай оқылып, қабылданады, өйткені оларда ой дәл айтылған, дәлелдер дәйектілікпен келтірілген. Енді Ресей адвокатурасы. Император Александр II 1862 жылда түбегейлі сот реформасын өткізу туралы шешім қабылдады. 1864 жылдың 20 қарашасында ол сот жарғыларын бекітті. Ресейде ашық жарық сот процесінің қажетті элементі ретінде алқабилер заңдастырылды. Палаталардың жанынан адвокаттық өзін өзі басқару органдары, алқалық сенім білдірілген өкілдерінің кеңестері құрылды.
Осы орыс адвокатурасы тарихы көрнектісі өкілдері Дмитрий Васильевич Стасов, Спасович, Александр Львович Боровиковский, Федор Никифорович Плевака, Александр Иванович Урусов деген адвокаттар болған. 1917 жылда 13 мың адвокаттар жұмыс істеді. 1917 жылдың 22 қарашасында сот туралы декретпен бұрынғы сот жүйесі жойылды. Адвокаттық қауымдастықтың қайта жандануы 1922 жылғы 26 мамырдағы адвокатура туралы қаулы негізінде кәсіби қорғаусыз сот төрелігін жүзеге асыру мүмкін емес екені анық болды. Кеңес одағының ыдырауымен адвокатураның корпоративтік байланыстары айтарлықтай әлсіреді. КСРО адвокаттар одағы халықаралық адвокаттар одағы болып қайта құрылды. 1994 жылдың қыркүйегінде федералдық адвокаттар одағы құрылды. Енді Қазақстандағы адвокатура. 1977 жылы кеңестік заңнама тарихында КСРО конституциясында алғаш рет адвокатураның құқықтық жағдайы бекітілді. Сөйтіп, мемлекет ресми деңгейде адвокатураны конституциялық орган, ал адвокатты сот ісін жүргізу кезінде тікелей қатысушы ретінде мойындады. 1979 жылғы 30 қарашада КСРО-дағы адвокатура туралы заң қабылданды. 2018 жылғы 5 шілде Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңының қабылдануын дәлел ретінде тілге тиек етуге болады. Ал қазіргі кезде адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заң 2018 жылы 5 шілдеде қабылданды. Заңнамада болған өзгерістер адвокатура қызметін жетілдіру мәселелеріне байланысты қазіргі жағдайдағы адвокатура қызметіне өзге көзқарасты талап етті. Нақтырақ айтқанда, адвокаттың сот ісіне қатысуы кезінде туындаған мәселелерді толық және жан-жақты зерттеу, Қазақстан Республикасының заңнамасына толықтырулар мен өзгерістер енгізу бойынша даярлық, заң көмегінің төлемі мен республикалық бюджет қаражат есебінен қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығындарды өтеу және тағы басқа. 1917 жылға дейінгі мерзімде кәсіби адвокатураның өмірге келуі Ресей империясындағы құрамына Қазақстан кірген заңдылықтың қалыптасу және даму тарихымен және 1864 жылғы озық сот реформасының жүргізілуімен тығыз байланысты болды. Сол дәуірдегі заң терминологиясында адвокат ұғымы 1864 жылы пайда болды. Алайда тіпті кеңестік дәуірдің өзінде 1939 жылға дейін қолданыстағы заңнамада пайдаланылған жоқ. Адвокаттар алқасы сияқты адвокатура қызметінің ұйымдық құқықтық нысанасына келсек, ол еш уақытта дамыған демократиялық елдегідей, мысалы ақш, Германия, Франция және тағы басқа қоғамдық құқықтық маңыз бен корпоративтік бірлікке еш уақытта да және бүгінгі күнге дейін ие болған жоқ. Адвокаттар екі санатқа бөлінеді. Присяжный алқа сенімділері, адвокаттар кәсіби ант беретін корпорация және адвокаттық қызметпен жеке дара айналысатын жеке сенімділер. Сот палатасы жанынан присяжной сенімділері мүшелерінен сайланатын присяжный сенімділерінің кеңесі құрылды. Олардың міндетіне жекелеген адвокаттар қызметіне бақылау және басқа да іс әрекеттер кірді. Присяжный сенімділері кеңесінің қызметіне жоғарғы қадағалау сот палатасы мен билік етуші сенатқа жүктелді. Присяжный сенімділері корпорациясының өзін өзі басқару ретінде сот палатасы жанынан аталған
кеңес жұмыс атқарды. Олар лауазымдары сайланбалы төрағадан, төрағасының жолдастарынан және де кеңес мүшелерінен тұрды. Кеңеске сайлау жай көпшілік дауыспен әрбір лауазымға жеке жүргізілді. Кеңес бұрынғы құрам есебінен кейін жыл сайын присяжный сенімдерінің жалпы жиналысында қайта сайланды. Кеңес өз қызметін әртүрлі бағыттар бойынша жүргізді. Ол присяжный сенімдерді қабылдады және босатты, тәртіптік тәжірибе жүргізді, присяжный сенімдер арасында тегін істер бөлді, олардың арасындағы дау-дамайды реттеді, және ол өз шешімін жай көпшілік дауыспен қабылдады. Кеңестік саяси жүйе орныққаннан кейін адвокатура айтарлықтай өзгеріске ұшырады. 1864 жылғы реформа бойынша құрылған присяжныйлық және жеке адвокатураның қызметі олар жаңа социалистік мемлекетті құру принципіне қайшы болғандықтан кеңес үкіметінің алғашқы декреттерімен жойылды. Адвокатура біртіндеп кеңестік сот төрелігінде қосымша жұмыс атқара бастады. Қорғау институтын ұйымдастыру мен сотқа қатысушылардың қатысуына көзқарас талай рет өзгерді. Бір нысанды жоққа шығара, ал екіншісін енгізе отыра, кеңестік заңнама тоталитарлық режим талаптары мен нығайту мақсаттарына жауап беретін қорғаушылар қызметінің ұжымдық нысанын орнықтыра бастады. Адвокатура қызметінің негізгі бағыттары. Жеке адамның өз құқықтарын, бостандықтарын сотта қорғауға және білікті заң көмегін алуға мемлекет кепілдік берген және Қазақстан Республикасы Конституциясымен баянды етілген құқығын жүзеге асыруға жәрдемдесу. Қылмыстық істер бойынша қорғауды, азаматтық әкімшілік және өзге істер бойынша өкілдік етуді жүзеге асыру жөніндегі адвокаттардың қызметін ұйымдастыру, заңдарда тыйым салынбаған заң көмегінің өзге де түрлерін көрсету болып табылады. Және де осыған сәйкес адвокатура қызметі адвокаттардың өз қызметін жүзеге асыру кезіндегі тәуелсіздігі, адвокаттық қызметі заңдарда тыйым салынбаған әдістермен және құралдармен жүзеге асыру, заң актілеріне тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, прокуратура, соттар, басқа мемлекеттік органдар, өзге ұйымдар мен лауазымды адамдар тарапынан адвокаттардың қызметіне араласуға жол бермеу. Кәсіби мінез-құлық нормалары және адвокаттық құпияны сақтау принципіне негізделеді. Назарларыңызға рахмет.